Тамағыңыз ауырса, оны немен шаюға болады? Күздің алғашқы айымен бірге суық тигізіп алу қаупі де келеді. Түшкіру мен жөтелді түрлі ерітінділермен тамақты шаю арқылы кетіре аласыз. Көп жағдайда инфекция адам ағзасына тыныс алу жолдары арқылы түседі. Бастапқыда ауыз қуысымен тамақтың ішінде болатын инфекцияны шайып шығаруға болады. Тек ауыз бен тамағыңызды немен шаятындығын таңдау керек. Түшкіріп, тамағыңыз жыбырлап бастаған кезде бірден алдын алатын болсаңыз, тұмауды асқындырып алмайсыз. Фурацилин дәрісі барлығымызға танымал. Осы дәрінің 1-2 данасын 1 стакан жылы суға ертіңіз. Фурацилин ауыз бен тамақтағы бактериялардың көбеюін тоқтата алады. Оның микробтарға және қабынуға қарсы қасиеті аурудың асқынуына жол бермейді екен. Тұмау кезінде, суық тигенде тамақты күніне 3 рет жылы сумен фурацилинді араластырып шайыңыз. Келесі бұл тұз ерітіндісі. Тұз барлығымыздың үйінде кездеседі. Теңіз тұзы тамақ пен ауыз микрофлорасына пайдалы болатын түрлі минералдарға бай. Тұз бактерияларды өлтіріп, қабынуды басады. 1 шай қасық ас тұзын 1 стакан қайнаған жылы суда ертіңіз. Осылай күніне 3-4 рет тамағыңызды шайып қайталаңыз. Келесі ас сода ерітіндісі. Тамағыңыз ауыра бастағанда ас содасының ерітіндісімен тамақ шайған дұрыс. Ас сода ерітіндісі микробтардың 70%-ін өлтіріп, тұмауды басынан ақ жаза алады. Бастысы соданың судағы концентрациясы екен. 1 ас қасық ас содасын 1 стакан суда ертіп, күніне 2-4 рет шайыңыз. Қырмыз тұнбасы. Қырмыз бұл календула. Қырмыз тұнбасы тамақтың ауырғанын керемет кетіре алады. 4 ас қасық қырмыздың кептірілген күлтелерін қайнап тұрған суға саласыз. 15 минут өткеннен кейін қажет болған жағдайда тұнбаны сұйылтып, ерітіндімен тамағыңызды күні бойы 3-4 рет шайыңыз. Жалбыз тұнбасы. Емдік өсімдіктердің арасында жалбыз антисептикалық және бактерияға қарсы қасиетке ие. 1 ас қасық құрғақ шөпті 1 стакан ыстық суға салыңыз. 15 минуттан кейін шөпті алып, тағы да 1 стакан су қосыңыз. Осы ерітіндімен тамағыңызды күніне 2-4 рет шайыңыз. Сіздермен бірге болған 100 жаса каналы. Ауырмаңыздар. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.